Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Имам Термизи және де Ибн Мәджа осы екі имамның риуаят еткен хадисінде Аби Хурайра және де Абу Саидин ал-Худри, Алла екеуінен разы болсын, радиаллаху анхума, айтады: Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассаламның мынандай сөздерін риуаят етеді: кімде-кім ла илаха иллаллах валлаху акбар десе, яғни Аллахтан өзге тәңір жоқ және Аллах ұлық деп айтатын болса, оның Раббысы пендесінің айтқанын растап былай дейді: ла илаха илля ана ва ана акбар, яғни менен басқа тәңір жоқ, мен ұлықпын деп жауап береді. Егер пендесі ла илаха иллаллах вахда, яғни Аллахтан басқа тәңір жоқ, ол жалғыз деп айтатын болса, Аллах тағала оның айтқанын растап ла илаха илля ана вахди, яғни менен басқа тәңір жоқ, мен жалғызбын деп жауап береді. Егер пендесі ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах, Аллахтан өзге тәңір жоқ, ол жалғыз әрі оның серігі жоқ деп айтатын болса, Аллах тағала ла илаха илля ана вахди ла шарика ли, яғни менен басқа тәңір жоқ, мен жалғызбын және менің серігім жоқ деп растайды. Егер пендесі ла илаха иллаллах лахул мульк ва лахул хамд, Аллахтан өзге тәңір жоқ және билікте мақтау мен мадақтар оған тән деп айтса, Аллах тағала ла илаха илля ана лиял хамд ва лиял мульк, яғни менен басқа тәңір жоқ, билік тек менде ғана және мақтау мен мадақтар тек қана маған ғана тән деп жауап береді. Егер пендесі ла илаха иллаллах ва ла хаула ва ла қуввата илля билла десе, яғни Аллахтан өзге тәңір жоқ, әрі күште қуатта тек Аллахтан ғана десе, Аллах тағала ла илаха илля ана ва ла хаула ва ла қуввата илля би, яғни менен басқа тәңір жоқ және күште әрі қуатта тек қана менен ғана деп Аллах тағала пендесінің сөзін растайды. Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам айтады: кімде-кім ауырып жатқан кезінде осы сөздерді айтып, осы сөздерменен айтқаннан кейін дүниеден өтетін болса, оған тозақтың оты тимейді деп айтады. Имам Термизи осы хадиске қатысты бұл хадистің иснады хасан, яғни жақсы деген баға берген. Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассаламның бұл зікірін қайталап өтейін. لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Аллах тағала баршамызға осы дүниенің жақсылығын және келесі, яғни ақыреттің игіліктерін нәсіп еткей, баршамыздың дертімізге, ауруларымызға Аллах тағала шипа бергей. Әмин. Уссалаллаху тағала аля хайры халқихи Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ва саллама таслима вальхамдулиллахи раббил аламин.